5-ші басылымының оқушысымын. Жетекшім Лена Тексханқызы. Ғылыми жұмысымның тақырыбы Әбіш Кекілбайұлының шығармаларындағы бір санның қолданысы. Ғылыми жобаның тақырыбының өзектілігі. Зерттеу жұмысының қазіргі жас ұрпақтың жүрегіндегі адамгершілік сезімдерін оятуға бағытталған Әбіш шығармаларындағы бір санның қолданысы анықталады. Зерттеу жұмысының міндеттері. Әбіш Кекілбайұлының шығармаларындағы бір санның қайталануы және де тақырыпқа негіз болуын анықтау. Ғылыми жобасты жазу барысында мен оны 2 кезеңге бөлдім. Ең бірінші кезеңде мектеп кітапханаларына барып, сол жинаған Әбіш Кекілбайұлының өмірбаяндарын жинадым. Ал екінші кезеңде жинаған мәліметтерімді қатыстыра отырып, ғылыми жұмысымды жаздым. Зерттеуге 2 повесть шығарманы алдым. Біріншісі «Бір шөкім бұлт», ал екіншісі «Бір түп жиде». «Бір шөкім бұлт» бұл жазушының тырнақалды туындысы, өзін алғашқы танытқан шығармасы деп айтуға болады. Расымен повесть түсінікті, оқырманның оқуына жеңіл болып табылады. Жазушы ол сол аспандағы бұлттың бір үзігін ғана алып, кішкентай жағын ғана, бір шөкім бұлттай ғана отбасының соғыс салған жарадан кейінгі өмірлерін реалистікпен суреттеген болады. Және де шығармада тақырыптың бір шөкім бұлт, бір түп жиде, бір уыс топырақ, бұлардың барлығының бір шөкім, бір түп, бір уыс деп аталуының өз мәнісі бар сияқты. Мысалда, бір көптің қадірін білу үшін, көптің қадірін көру үшін аздың қадірін біл дегендей, немесе аздың қадірін біл деп ғибрат беріп жатқан сияқты. Шығармада тақырыптың болмысын ашатындай мынадай бір үзінді бар. Көлеңкеде 4-5 баланың ортасында тайбағар отыр, қолында гармоны. Әлгі жылжып келе жатқан бұлт оған да жетті. Айнала ап-ашық, тек қана бұның үстінде бір шөкім ғана бұлт тұр. Әлгі ақаймақтың үстінде тұрған бір шөкім ғана бұлт әртүрлі сыр шертетін тәрізді. Ол ақаймақтың үстінде тұрған бұлт, ол көшпелі, ол ұзақ тұрмайды. Сондықтан ақаймақ бір жамандықтың артынан бір жақсылық бар дегенді есіне салады. Бір шөкім бұлт, бұл символды ұғым. Жазушының бір шөкім бұлт деп шығарманың аталуынан образды ойға терең тағылымға қылып жазылғандығы анықталған. Әбіш Кекілбаевтың бір шоқ жиде повесі. Әбіш Кекілбаевтың бір шоқ жиде повесі ол тұнып тұрған салт дәстүр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласында қазақшылықты бойымыздан жоғалтпауға бағыттаса, ал осы бір шоқ жиде повесі ол жастарға арналған мол рухани азық деуші еді. Ол шығарманы алғаш оқығанымда қарт Тілеудің өмірі маған қатты әсер етті. Себебі ол кісі момын еді және де өзінің маңдай термен өмір кешкен жан еді. Повесте оқиға бірден басталмайды. Қарт Тілеудің 70-80-іне қараған шағында өмірден өтіп жерленгенінен басталады. Қыс өтіп көктемде келді. Тілеудің қарамды көбейтемін деп жүрген кезде жалғыз баласы Тілпалдысы соғыстан келмей қалады. Өзгесі өртеніп, кейбіреуі омырау ошаққа қарып жатқандай күйге түседі. Ол сөйтіп өмірден өтеді. Ұзақ уақыттан кейін жем бойынан Зейнептің жеңгесі Жаңыл олардың үйлеріне бағады. Өзінің 40-нан шықпаған ұлдарын әкеледі. 30 күн бауырымды сорғызып едім, ол енді қуғанда сендерге де салық емес дейді. Ендігі сендердің шаңырақтарының амандығы дейді. Мә, желімді ошаққа шаудым деп, демдеуге тұрған шайдың астындағы отқа қарай өмір олай отырады деген үзіндіге. Жаңылдың өз баласын әкеліп бүтін бір жанұяға тіршілік нәрін сыйлаған кезде мен сол жерде жарық сәулені, үміттің жарық сәулесін көргендей болдым. Қазіргі қоғамда өзінің перзенттерін қоқыс жәшігіне тастап кетіп жатқан аналарды көрген кезде жаным түршігеді. Бір перзентке зар болып қаншама отбасы үмітпен өмір сүруде. Баланың атын ырымдап, олар тұяқ деп қояды. Тұяқ мектеп бітіріп, отан алдындағы борышын өтеуге барып, сосын келіп ауылға қайтқан кезде оның анасы Зейнеп көз жұмады. Дана халқымыз атаңа не қылсаң алдыңа сол келеді деген сөзі жастарымыз ұмытпаса игерді. Ата-анасын разы қылып, о дүниеге аттандырып тастаған тұяқты көрген кезде іштей қуандым. Бір шоқ жиде ағашы тамырын тереңге жаятындықтан, Тілеудің де тамырының тереңге кеткендігін бірден ұғынарсың. Себебі осындай шығарманы жазғандағы автордың кейіпкерлерге деген өздерінің адамгершілік қасиеттерін өнімді қылып берген еді. Және де ол шығармадағы
шығармалары іште қуандым. Менің қорытындым: Әбіш Кекілбайұлының шығармалары осы мектептерден оқытылса және де Әбіш Кекілбайұлының шығармалары туралы сынып сағаттары көбейтілсе, және де Әбіш Кекілбайұлының шығармашылығын жас ерекшеліктеріне қарай оларды оқыта бастаса. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.